Сәлем достар. Бүгін сіздермен 2020 жылы шыққан «Убийственная внешность» фильмін баяндаймыз. Тек оның бетіне қарамаңыз. Беті бинтпен оралған Макс есімді жігіт психологқа келіп, оның бетіне қараған адам сол мезетте өлетінін айтып шағымданады. Макс туылған уақытта дәрігер мен медбике сәбидің бетіне қараған күйде өліп кетеді. Адамдардың қауіпсіздігі үшін отбасы кішкене қалашыққа көшеді. Психолог жігітке сенбей бинтті шешуін сұрайды. Ол сол мезетте мерт болады. Полиция келеді, олар Макстың адамдар жұмбақ жағдайда қаза тапқан уақытында жанында болатынына таңданады. Макс кірпішті байқап оны өзімен ала кетеді. Макс досы Дэннен кірпішпен бетінен ұруын сұрайды, солайша адамдардың өлімі тоқтайды деп ойлайды. Досы келіспейді, ол Дэннің телефонын сындырады, сол үшін Дэн бетінен кірпішпен ұрады. Анасы ұлын ауруханаға апарады, бәрі жігіттің бетіне қарайды, сонда анасы оған журналды алуын сұрайды. Алекс есімді қыз Макске журнал береді, және олардың арасында қыз ойнайтын видео ойын туралы әңгіме өрбиді. Макстың жүретін қызы жоқ еді. Дэн досына кездесу ұйымдастырады. Қыздың есімі Эрика, Макс оның жанында өзін ыңғайсыз сезінеді, қызға өзі кестелеген орамалды береді. Эриканы оның бұрынғы жігіті Крейг байқап олардың жанына отырады. Ол Макстың келбетімен өлтіретін жігіт екенін біліп қояды. Макс сасқалақтап үстелге соқты төгіп алады. Крейг үстелді жігіттің бетімен сүртеді, оны күзет сыртқа алып кетеді. Қорланған Макс Эрикадан тағы бір кездесу сұрайды, бірақ қыз бас тартады. Жігіт мостан көлге секіріп, өзіне қол жұмсамақ болады. Кенеттен Алекс келіп екеуі әңгімелеседі. Макс секіруді кейінге қалдырады. Ол қызбен бірге қарттар үйіне барады. Екеуі Эстер және Розмаримен тамақтанып әңгімелеседі. Алекс Максты үйіне жеткізіп салады. Жігіт қыздан ертең тағы кездесуді сұрайды, бірақ қыз бас тартады да Макстың көңілі түсіп кетеді. Макс Дэнге қыз туралы айтады, және досы оны іздеп табуға кеңес береді. Макс Алекстің мост үстінде айтқан сөзін есіне алып, орамалға сен секірсең мен де секірем деген жазумен кесте тігеді де, аялдамаға барады. Көп ұзамай Алекс келеді. Ол автобустан қалып қойған соң жігітпен 1-2 сағат серуендеуге келіседі. Олар дүкеннен мармелад кәмпит сатып алады да мармеладты ванна ұйымдастырады. Адамдардың оның келбетіне қараса өлетінін Макс мойындайды, бірақ Алекс мұны біледі екен. Қыз өзінің қуанышты немесе мұңлы сезімге қатты берілуге болмайтынын, сол себепті оның жүрегі өсетінін айтады. Бақылауда ұстау үшін ол арнайы құрылғы тағады және дәрі қабылдайды. Олар пластмасса бөтелкеге шарап құйып алып киноға барады. Алекс Макстың алғашқы досы екенін айтады. Жұп Макстың үйіне барады. Қыз жігіттің көзін көру үшін оның очкиін шешеді. Ата-анасы кіріп келгенде үйлерінде қызды көргендеріне таңданып қалады. Олар Юшен есімді студент қызбен таныстырады. Дөрекілік танытқан қыз есікті тарс жауып, өзінің жаңа бөлмесіне кетеді. Келесі күні олар қарттар үйіне барады. Розмари бүгінгі туған күніне ұлы келеді деп күтіп жалғыз отырады, бірақ ұлы ешқашан келмеген. Розмари оларға қосылып ойын ойнайды. Кешкі ас кезінде отбасы Юшенмен әңгімелесуге талпынады, бірақ ол мән бермейді. Ол пиццаның да ақшасын төлемей алып кетеді. Анасы оның орнына кешірім сұрайды. Анасы Макстан студент қызға қаланы көрсетуді сұрайды, бірақ ол Дэн мен Алекс екеуімен бірге жолықпақшы. Сол кезде анасы ұлына Юшенді өзімен бірге алып кетуді сұрайды. Балалар жорыққа шығады, ал Юшен бірден өзі кетіп қалады. Алекс қолын жаралап алған кезде, Макс бетіне оралған дәкенің бір бөлігін кесіп алып, жарасын байлап береді. Қыз құралдың қызыл түспен жыпылықтай бастағанын байқайды. Бұл жаман белгі. Кешке қарай Алекс жігіттің жүзін көргісі келетінін айтады. Макс қыздың көзіне дәкені орап, өз бетіне қол тигізуге мүмкіндік береді. Алекс Максты сүйеді, ал құрал тағы да жыпылықтайды. Үйге қайтып оралған Макс пен Дэн шыршаны шығарып тастайды. Юшен шыршаны байқамай өртеп жібереді. Дэн қолын күйдіріп алып, ауруханаға барады. Сол жерде олар Алекс пен анасын кездестіреді. Олар сөйлеспек болады, бірақ қыз оларды танымайтындай болады. Олар кездескенде Алекс Максқа неге олай айтқанын түсіндіреді. Айтуынша, анасы қызының достарына тым жақындасып жүйкесіне кері әсер етеме деп қорқады. Қарттар үйіндегі Розмари өзін нашар сезініп жатыр. Жастар оның бөлмесіне кірген кезде, әйелдің жағдайы өте ауыр болатын. Оның өмірі тек аппаратпен ғана ұсталып тұр, ал бұл қартты тек азапқа салып отыр. Алаңдаған Алекс Макстан Розмариға өз жүзін көрсетуін өтінеді, сонда кемпір тыныш ұйықтап кетеді деп сенеді. Басында жігіт қарсылық білдіреді, бірақ Алекс оны көндіреді. Макс Розмаридің қолын ұстап, ұйықтағың келе ме деп сұрайды.
Әйел көзін жыпылықтатып келісімін білдіреді. Сонда жігіт бетіне таңылған таңғыштарды шешіп тастайды. Розмари сабырлы күйде өмірмен қоштасады. Кейін Макс анасымен бірге дастарханда отыр, ал әкесі сүйікті үстел ойындарын ойнап отыр. Сол кезде Юшен кіріп келеді де, ештеңе деместен әдетінше жоғарғы қабатқа көтеріліп кетеді. Анасы ұлынан Алекспен қарым-қатынасы қалай екенін сұрағанда, Алекстің оның хабарламаларына жауап бермей жүргенін айтады. Әкесінің ойынға беріліп кеткенін байқаған анасы ашуланып күйеуін сөге бастайды. Сол кезде Алекс ата-анасына айқайлап, үйден жүгіріп шығып кетеді. Дэн Макске оны биге шақыруға кеңес береді. Сөйтіп, досы жігіттің телефонын тартып алып, Алекске хабарлама жазады. Алекс сын істере бастап кейін айнып қалады. Макс қыздың үйіне өзі барады. Сол жерде оның денсаулығын бақылайтын құрылғының қызыл түспен жанып тұрғанын көреді. Бұл қауіпті белгі. Жігіт ренжіп неге айтпадың дейді. Алекс өмір бойы эмоциядан қашып, бәрін ішке бүгіп жүру қандай екенін айтып, биге бару ұсынысын қабылдайды. Макс дайындалып, бетіндегі бинтсіз төменге түседі. Бірақ ата-анасы бұл оның қауіпсіздігі үшін маңызды екенін айтып оны тоқтатады. Алекс кешке ерекше дайындалып, күтушінің киімін киіп алады. Олар бірге би кешіне келеді. Жай музыка қосылады. Макс Алексті биге шақырады. Бір сәтте Алекс мазасызданып, өзін жайсыз сезіне бастайды. Әлсіреп, мұрнынан қан ағып кетіп, әжетханаға жүгіріп кетеді. Сол сәтте би алаңына Дэн Валентиямен бірге кіріп келеді. Олардың артынан Крейг келіп Валентиямен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол сөйлеспейді. Ашуға булыққан Крейг Максты тауып, күшпен Макстың бетіндегі маскасын жұлып алып, оны Валентияға қаратып итеріп жібереді. Макстың бетін көрген сәтте Валентия жерге құлап қайтыс болады. Оқиғадан кейін тәртіп сақшылары Максты ұстап алады, ал Алексті жедел жәрдем көлігімен алып кетеді. Макстың кінәсі дәлелденбейді, және көп ұзамай оны босатады. Ол Алексті жағдайын білгісі келіп, ауруханаға барады. Ол ауруханада қыздың ауруы емделмейтінін біледі. Дәрігерлер оған 16 жыл өмір сүретінін болжаған, бірақ ол 17-ге дейін өмір сүрді. Бірақ эмоциядан қорқып, шектеулі күйде өткізді. Көз жасын тыя алмай, оның өміріндегі қуаныш екенін айтып, маскасын шешіп, бетін көрсетуін сұрайды. Бірақ жігіт басын шайқап, сені жоғалтып алсам, мұны өзіме ешқашан кешіре алмаймын деп көңілі түсіп, бөлмеден шығып кетеді. Үйде ата-анасы Максты жоғалып кетті деп ойлап алаңдап отыр. Кенеттен есік тарс ашылып, үйге жүгіріп кірген Макс тура залға барып, қолына кірпіш алып, бетіне бар күшімен соға бастайды. Ата-анасы оны әрең тоқтатады. Макс жылап отырып, ақырында бинттерін шешеді. Сол сәтте бөлмеге кірген мысық Макстың бетіне бір қарап мерт болады. Кейін Макс ваннада отырады. Қолында желе кәмпиттер. Алекстен келген хабарламалар мен қоңырауларды елемей, үнсіз отыра береді. Сол арада Дэн мектепке келіп, Валентияны еске алу шарасына қатысады. Макс те келіп қалады. Оны көрген досы неге Алексті елемей жүрсің деп ашуланды. Ол сенің қоштаспай кетіп қалуыңды кешірмейді. Сен онымен қоштасуға міндеттісің дейді. Ақыры Макс Алекске барады. Ол қыздың бөлмесіне кіріп, өз қолымен тіккен майлықтардан қабырғаларын безендіріп шығады. Ұзақ келмеген үшін кешірім сұрайды. Сосын ол қыздың жанына барып жатады. Маған қоштасу өте ауыр дейді Макс әлсіз дауыспен. Алекс одан тағы да бет-жүзін көруді өтінеді. Сонда Макс, көзіңді жұм дейді. Қыз жұмады. Макс бинттерін шешіп, оның жанында жатады. Алекс ақырын оттегі маскасын шешіп, Максты сүйеді. Көзін ашып, Маркстың бет-жүзін көреді. Бірақ күтпеген жерден ол өлмейді. Кенет монитор шырылдап, қатты белгі бере бастайды. Макс дереу бинтін қайта тағып, дәрігерлерді шақырады. Өзі бір жақтағы орындыққа жайғасып, екеуінің бірге өткізген ең бақытты сәттерін еске түсіріп отырады. Бірақ қазіргі шаққа оралғанда Алексті төсегі бос. Макс ауруханадан шығып, шіркеуге келеді. Алекс жатқан табыттың қасында біраз тұрып, үнсіз қоштасады. Сосын көпірге барып, пакетке желе кәмпиттерді салып, сыртына Алекске деп жазып, оны суға тастайды. Сонан соң Макс психологтың қабылдауына барады. Дәрігер қал жағдайын 1-ден 10-ға дейінгі шкаланың қай деңгейінде деп сұрайды. Бәлкім 5 шығар деп жауап береді Макс. Психолог күлімсіреп, бұл үлкен жетістік дейді. Макс Ориентия ісі аяқталғанын, сот серотониннің артық дозасын анықталып, табиғи себеп болып табылғанын айтады. Осыдан кейін ол танымал бола бастады. Тіпті өлім аузындағы адамдар оның көмегін сұрады. Ол Эстер туралы ойлап жүр. Алекс те ата-анасы секілді оны көргенде өлген жоқ. Демек олар оның бетін ең басты нәрсе деп санамайды. Олар үшін жан дүние әлдеқайда маңызды. Сол себепті оны жақсы көрген адам оның бетін көріп өлмейтінін түсінді. Ата-анасы татуласты. Енді бір-бірін түсінуге тырысады. Психолог енді не істейсің деп сұрады. Макс ойланып, енді бинтсіз өмір сүруге үйренемін деп жауап береді. Достар, сізге фильм ұнады ма? Пікірде бөлісіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.